2000 жылдан астам бұрын Иса туылған кезде Израиль халқының көбі оның туылғанын білмеді. Қазіргідей газет, журнал, немесе теледидар жаңалықтары да жоқ, интернет те жоқ еді. Сол себептен бе киелі кітап дүниеге келген Исамен сәлемдесу үшін келгендер тек алыс шығыстан келген ғұламалар және қой бағып жүрген малшылар ғана болды дейді. Шынымен де бұлардан басқа Исаның туылған хабарын білген адамдар да болған. Олар Иерусалимде тұратын адамдар еді. Себебі алыс шығыстан жұлдызға еріп келген ғұламалар Иерусалимге жетіп, туылған патша қайда деп олардан сұрағандықтан. Өте қызық, Израильде ерекше патша туылды деген хабарға Ирод патша мазасызданды және бүкіл Иерусалимде абыржыды. Шығыстан келген ғұламалардың көздеріне Исаның туылуына ешкім қуанбайтындай көрінген шығар. Шығыстан келген ғұламалардың сөздерін естіген Ирод патша барлық діни қызметкерлерді шақырып алып сұрақ қойды. Мәсіх қай жерде дүниеге келуге тиіс? Сонда діни қызметкерлер көне өсиетте былай деп жазылған: ал сен Яхуда жеріндегі Бетлехем, сен Яхуданың басты қалаларының арасындағы ең маңыздысы емессің. Сенен менің халқым Израильге басшылық ететін көсем шығады. Сонда Ирод патша ойланып қалды. Киелі кітапта патша туылды деп жазылды. Сонымен қатар алыс жерден кейбір адамдар жұлдызға еріп, патшаға құрмет білдіруге келді. Сонда Исаның туылуы күмәнданбаса болмайтын жағдай болған. Енді осы хабарды бүкіл елге жариялау керек емес пе? Израиль халқы соншама күтіп аңсаған Мәсіх Иса туылды деп. Әйтсе де ештеңе болмады. Ешкім сол хабарды жарияламады. Тіпті Исаға сәлемдесуге бару керек деген ойда болмаған. Ирод патшаның абыржыған жүзіне қарап, Исаның туылғаны туралы ешкім ауыз ашпады. Кейін Ирод патша нәресте Исаны өлтіру үшін Бетлехемдегі 2 жасқа жетпеген ұл балаларды өлтіртті. Киелі кітапты терең зерттеп оқыған адамдар да, шығыс жақтан келген ғұламалардың сөзін естіген Иерусалимдіктерде, Ирод патша да бәрі киелі кітапта берілген уәденің жүзеге асқанын көрген керемет сәт туды. Алайда оларға сол уәдені киелі кітап жүзінде ғана қалдырып, өздеріне қатысы жоқ деп санап, өмір сүру ыңғайлы болған. Балалар, Иса біз үшін келді деген ізгі хабарды әлі де киелі кітаптан оқып жүрміз. Алайда осы хабарды тек киелі кітап жүзінде ғана қалдыратын болсақ, біз де Иерусалимдіктер сияқты боламыз. Исаның біз үшін келгенін білеміз ғой. Сол себептен оған алғыс айтып, көп адамдарға осы хабарды жарияласақ, жақсы болар еді. Иса дүниеге келді. Біз күтіп аңсап жүрген Иса біз үшін келді деп.